Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай туған күнге арналған растяжканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен Pinterest қосымшасына кіреміз. Pinterest қосымшасынан өзімізге қажетті фонды таңдап аламыз. Ол үшін поиск бөліміне кіріп, өзімізге қажетті фонның түсін жазамыз. Мен сары фонды аламын. Желтый фон деп жазсақ, бізге түрлі фондарды шығарып береді. Осының ішінен өзімізге ұнағанын галереямызға сақтап аламыз. Үстіндегі 3 точканы басатын болсақ, галереямызға сақталады. Келесі Pixart қосымшасына кіреміз. Плюс батырмасын басып, галереядан шаблонымызды орналастырып аламыз. Осылай шаблонымызды орналастырамыз. Одан кейін астыңғы жағында рисовать батырмасы бар. Соны бассақ, плюс батырмасы шығады. Сол плюс батырмасын бассақ, фото дейміз. Яғни біз галереямыздағы фотоны таңдаймыз. Яғни алдын ала көшіріп алған фонымызды осылай орналастырып аламыз. Ол үшін бір шетке ысырамыз да, бір ұшын тарту арқылы шаблонымызды толықтай жауып тұратындай етіп, осылай орналастырамыз. Сосын астындағы осы слой батырмасын бассақ, осылай ұстап тұрып астына қарай жібереміз. Сол кезде біздің фонымыз астына қарай өтеді. Енді біздің шаблонымыз дайын. Енді стикер бөліміне кіріп, түрлі стикерлерменен әсемдейтін боламыз. Белый фон круг деп жазсақ, түрлі белый фондар шығады. Осының ішінен өзімізге ұнағанын таңдап, шаблонға орналастырамыз. Мен осы түрін таңдадым. Осылай созып, үлкейтіп, өзімізге қажетті формаға келтіріп аламыз. Копиясын жасап, екіншісіне орналастырамыз осылай. Тағы да стикер бөліміне кіреміз. Стикер бөлімінен түрлі персонаждарды қойсақ болады. Мен Винни-Пух деп жазамын, іздеп. Винни-Пухтың түрлі стикерлері шығады. Осының ішінен өзімізге ұнағанын таңдап аламыз. Сіздер басқа персонаждарды орналастырсаңыздар болады. Осылай бір шетіне қарай орналастырамыз шаблонымыздың. Түзулеп қойып аламыз. Үстіндегі слой батырмасын басса, копия деген шығады. Сол батырманы басып, екіншісін жасаймыз копиясын. Осылай екіншісіне орналастырамыз. Түзуленгеннен кейін осылай сақтаймыз. Біздің галереямызға сақталады. Шаблонымыз дайын. Осы тәсілменен, осы жолмен сіздер де түрлі осындай растяжкаларды жасап алсаңыздар болады. Сәттілік.